Майра апай, сіз былтыр ғана Қазақстанның халық әртісі атағын алдыңыз, иә? Тек былтыр ғана. Былтыр. Өйткені Почему столько лет сізге берген жоқ? Жоқ, маған емес. Ол жалпы Қазақстанның халық әртісі, ол кезде Қазақстан Республикасының халық әртісі деп айтылатын 10 жылға алып тастады. Біз оны білмейміз, неге алып тастағанын. Ол кезде мен Қазақстанның еңбек сіңірген әртісімін. Құрмет парасат орденім болды. Вот соңғы алған Мақпал Жүнісов алды. Сонан кейін барып тоқтап қалды 10 жыл. Получается, Мақпал Жүнісова соңғы алды. Ол қашан болды? Роза оның алдында алды. 10 жыл бұрын. Сосын 10 жыл перерыв болды, пауза. Иә. Сосын біздің қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, бұл болмайды. Ол үлкен жақсы атақ, сондықтан қайтадан бұйрық беріп жариялады. Былтыр сіз және Майра Мұхамедқызы алды. Иә, біз биыл алдық. Биыл алдыңыз ба? Ал бірінші Қазақстан халық әртісін Димаш алды. Не обидно, что молодой? Жоқ. Бізге сондай сұрақтар көп қойылды. Мысалы, мен өзім Димаш біріншіден біз Қазақстанның аумағында өз тілімізде өте жоғары өзімізге лайық бағаны алдық. Ал Димаш қазір бүткіл кішкентай ғана Димашымыз бүткіл дүние жүзіне Қазақстан деген республиканың бар екен, қазақ деген халықтың бар екенін танытқан, ол біз үшін үлкен мақтаныш. Және мен ойлаймын, Димаш ол бір ешқандай анандай жеті октава әнші жоқ. Ол бір ғайыптан Алланың берген, мен айтам ылғи, Алланың берген сыйы.